ю тәрізді ыдысқа сол жақта ине су және оң жақта ине май қойылса, оларды сынап бөліп тұр. Енді майдың биіктігі 20 см болатын болса, судың биіктігі неше екенін табу керек. Мына берілген константалар. Енді судың биіктігін табу үшін біз судың сынапқа тудырып атқан қысымы, судың қысымы және майдың қысымы екеуі нүктелерде бірдей болып теңестірген соң, біз судың қысымы мен майдың қысымын теңестіреміз. Енді судың қысымы ол бізге судың тығыздығы көбейтілген оның биіктігі h1 көбейтілген гравитация болатын болса, дәл осы формула арқылы майдың қысымы бізге майдың тығыздығы көбейтілген h2 көбейтілген g-ді беретін болса, дәл осы формула арқылы екеуін теңестіретін болсақ, су h1g ол бізге май h2g-ді беретін болса, осы жерден g-ларды қысқартатын болсақ, бізде h1 ол бізде майдың тығыздығы биіктігі бөлінген судың тығыздығы. Ол бізде 0,9 дәрежесі көбейтілген 20 2 сантиметр болатын болса, оны 1/13 дәрежесіне бөлетін болсақ, h1 бұл жерде 0,9 көбейтілген 20 сантиметр, бізге ол 18 сантиметрді береді. Жалпы